Саламатсыңдар ма, 2 сынып оқушылары? Бүгін математикадан 1 сабақты орындайтын боламыз. Бірге есептер шығарайық. 1 сабақ 2 таңбалы сандардың құрылуы, ондықтармен санау. Сен 2 таңбалы сандар қалай құрылатынын үйренесің. 1 сұрақ, натурал сандар дегеніміз не? 1 сыныпта алған біліміңді есіңе түсір. Натурал сандар дегеніміз, балалар, барлық өсу ретімен орналасқан сандарды, яғни 1-ден бастап 1, 2, 3, 4, 5 деп ары қарай кете береді санау. Сол сандардың барлығын натурал сандар деп айтады екенбіз. Жақсы, келесі 2-ші есеп, шаршыларды сана. Егер бір шаршыны бір бірлік деп қабылдасақ, онда неше бірлік бар? Ал балалар, мына жердегі шаршыларды санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни бұл жерде 10 бірлік бар екен. 10 бірлік дегеніміз ол 1 ондық, яғни 10 саны, е? Жарайсыңдар, енді әр суретте барлығын неше шаршы бар дейді. Бұл жердегі шаршыларды санаңдаршы, балалар. Үлкен қосылған шаршылардан 10, ал бөлек тұрған шаршы 1. Келесі астындағы ол да 10, бөлек тұрған шаршы 2, е? Сонда бірінші шаршыларда 1 ондық, 1 бірлік, 11 шаршы. Келесі екіншісінде 1 ондық, 2 бірлік, 12 шаршы бар екен. Жарайсыңдар, енді шаршыларды ондықтармен сана дейді. Бізде 10 шаршы бергене, біріншісінде ол 1 ондық. 1 10 деген сөз, е? Келесі 2 ондық дегеніміз 2 10, е? 2 10-ды бір-біріне қосқанда 20 болады. Келесі 3 ондық. 3 ондық дегеніміз 10 санынан 3. Ол 10-ды 3 рет қосқанда 30 шығады, е? Жарайсыңдар, балалар. Ондықтар мен бірліктерді түсіндіңдер ме, балалар? Ондық дегеніміз 10 санынан 1 болса 1 ондық болады. 10 санынан 2 ондық десе, 10-ды 10-ға қосқанда 20 болады. Ол 2 ондық. Келесі 3 ондық десе, 3 10 саны болады, е? Сол 3 10 санын қосқанда 30 болады. Жарайсыңдар, ал бірліктерді ше, балалар? Бірлік дегеніміз ол 1 деген сан, ондық 10 деген сан. Бірлік, 1 бірлік десе ше? 1 бірлік, өз айтып тұр, 1. 2 бірлік десе 2. 3 бірлік десе 1 санынан 3 болады, е? Оларды қосқанда 3 болады. 4 бірлік десе ше? 1 санынан 4, е? Ол 1 санынан 4-еуін жазамыз, соны қосқан кезде 4 бірлік. 4 бірлік деп айтқан бізге оңай болады, е? Жарайсыңдар, ал бізге 10 бірлік десе ше? 1 санынан 10 жазу керек, е? Одан қайта бізге 1 ондық деген оңай болады. 10 саны, е? Жарайсыңдар, балалар. Келесі 3-ші есепте сандарды ата дейді. Бізге үлгі көрсетіп қойыпты. 3 ондық, 8 бірлік, тең 38. Көрдіңдер ме, балалар? 3 ондық дегеніміз 30, 8 бірлік дегеніміз 8-дің өзі. Сонда 38 шығады екен. Келесі есепті бірге шығарайық. 5 ондық, 6 бірлік. 5 ондығымыз 50, 6 бірлігіміз 6. Қосқанда 56 болады. 6 ондық, 9 бірлік, 69. 9 ондық, 7 бірлік, 9 ондығымыз 90. 7 бірлігіміз 7. Сонда 97 болады екен. Келесі 7 ондық, 8 бірлік. 7 ондығымыз 70 болады. Және 8 бірлік. 8-дің өзі 78. Келесі 8 ондық, 5 бірлік, 85. Ал келесі 41 бірлік деп беріпті бізге. 41 бірлігіміз қанша болады? 4 ондық, 41 бірлік. Яғни 41 саны шығады екен. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бізде осы шығарған есебімізде 56, 69 дегеніміз қанша таңбалы сандар? Әрине, 2 таңбалы сандар. 2 таңбалы сандарымыз ондықтар мен бірліктерден тұрады. Ондықтар ол 2-ші разрядтың бірлігі, ал бірліктер 1-ші разрядтың бірлігі екен. Жарайсыңдар, балалар. Келесі есеп 2 таңбалы сандарды солдан оңға қарай оқиды. Алдымен оның ондықтары, содан соң бірліктері
аталады екен. Осыны естеріңде сақтаңдар. 4-ші есеп. Суретте қанша зат бар? Қане балалар, санап көріңдерші. Сөреде қанша кітап бар екен? Дұрыс айтасыңдар, 12 кітап бар. Ал қаламдар қанша екен? Әрине, бізде 21 қалам бар екен. Жарайсыңдар. Енді бізге 5-ші есепті шығару керек. 5-ші есептің асында 20-дан бастап 40-қа дейін бір-бірден қоса отырып сана дейді. Яғни өсу ретімен жаз дейді сандарды. 21, 22, 23, 24 деп ары қарай міне жазып қойдым. 40-қа дейін санап көріңдер балалар. Сендер санауды білесіңдер ғой. Келесі әй есебінде 30-дан бастап 10-ға дейін бір-бірден азайта отырып сана. Яғни кему ретімен сана дейді. 30, 29, 28, 27, 26, 25 деп 10-ға дейін санаңдар. Жарайсыңдар балалар. Енді келесі есепті шығарайық. 6-ші есеп қалып қойған сандарды ата дейді. А есебінде 50 бірлік тең 50, 51 бірлік тең 51 оңай екене. Ары қарай көп нүкте және 70 бірлік тең 70 ортасындағы қалып қойған сандарды атайық. 51 бірлік тең 51, 52 бірлік тең 52, 53 бірлік тең 53, 54 бірлік тең 54. Жарайсыңдар балалар, ары қарай өздерің шығарып көріңдер. Келесі әй есебін шығарайық. 10 ондық тең 100, 9 ондық тең 90, көп нүкте және 1 ондық тең 10 деп жазыпты. Біз енді осы ортадағы сандарды табуымыз керек екен. 90 одан 80 болу керек, я балалар. 8 ондық тең 80, 7 ондық тең 70, 6 ондық тең 60, 5 ондық тең 50, 4 ондық тең 40, 3 ондық тең 30, 2 ондық тең 20, 1 ондық тең 10 болады екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі 7-ші есеп. Жауабы 15-ке тең мысалдарды ғана жаз дейді. 16 қосамыз 3. Жауабы қанша болады? Жауабы 19 болады. Бұл 15 шықпады, бұл есепте. Келесі 19 азайтамыз 4 тең қанша болады? Дұрыс айтасыңдар, 15. Міне жауабы 15-ке тең болды. Келесі 19 азайтамыз 2. Жауабы қанша болады балалар? 17. Бұл 15-ке тең емес. Келесі 12 қосамыз 2 тең 14. Бұл да 15-ке тең емес. Соңғысы 13 қосамыз 2-ні тең 15 болады екен. Бізде бұның ішінде 2 есептің жауабы ғана 15-ке тең болады екен балалар. Жарайсыңдар. Келесі есеп 70-тен 80-ге дейінгі сандарды өсу ретімен жаз. Яғни ары қарай санау керек. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 және 80 бұл өсу ретімен жазылған. Келесі 40-тан 30-ға дейінгі сандарды кему ретімен жаз. Яғни бір санын азайтып отырып жазу керек. 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31 және 30 кему ретімен жазылған. Келесі сандарды ата. 73, 37, 77, 33 деген сандарды бізге беріпті. Осы сандарды жазу үшін неше цифр қажет болды? Әрине 2 цифр қажет болды, 7 және 3 сандары қажет болды. Әр санның жазылуында 3 және 7 цифрлары нені білдіреді? Бірінші 73-те 7 цифры ондық, 3 цифры бірлікті білдіреді. Келесі 37, 3 ондық, 7 бірлік. Одан соң 77, 7 ондықты және 7 бірлікті білдіреді. Келесі 33-те 3 ондық, 3 бірлікті білдіреді екен. Балалар, әрбір цифр белгілі бір орынға ие, яғни позицияға ие екен. Оны разряд деп атайды екенбіз. Мысалы 7 ондық, ол ондық болып өз орында тұр. Ол өзінің разряды. 3 бірлік болса, ол бірлік болып өзінің орнында тұр екен. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, маған жазылуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар балалар.